Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз әкімшілік картаның привязка және векторизация картасын жасайтын боламыз. Ең алдымен біз картаға жолдар қабатын қоямыз және де оның символы ретінде біз қара түс, ал оның қалыңдығы 0,5 болу қажет. Одан кейін картаға біз суды қоямыз. Оның символы ретінде біз лейк түсін таңдаймыз. Және де енді біз привязканы қалай жасаймыз. Бізде осы картадан Inner London пейнджіні қоямыз. Бізде осындай тақта шығады, оған біз оқ батырмасын басамыз. Және де біз осы мышканың оң батырмасына басып, біз георесерфингқа галочка қою керекпіз. Оны жасағаннан кейін біз осы жақта Fit to Displayға басу керекпіз. Осы кезде мынау түрлі түсті карта, бұл бізде растрлық карта. Ал мынау қара сызық, яғни бұл жаңағы біздің жолымыз, ол бізде вектор картасы болып келеді. Енді біз привязканы қалай жасайтын боламыз. Осы жақта біз Add Control Points-қа басып, біз алдымен енді біз осы Add Control Point-қа басқаннан кейін ең алдымен біз растрдың картасына басып, оны біз вектордың картасына апару қажетпіз. Яғни бізде осы суретте қандай жол көрсетіліп тұр, біз оны вектордың картасынан тауып, осылай нүкте қойып шығамыз. Бізде енді қарап тұрғанымыздай карта вектормен және растрмен сәйкес болу қажет. Енді бізде мынау жолдар бүкіл картаны қамту үшін бізге 3 немесе 5 нүктеге дейін қойып шығу қажет. Көріп тұрғандарыңыздай мен мұнда 5 нүкте қойып шықтым. Яғни бұл бізде бірінші нүкте, одан кейін екінші нүкте, үшінші нүкте және де төртінші и бесінші нүкте қойып шықтым. Яғни мен алдымен растрға басамын. Бұл растр бізде түрлі түсті карта болып келеді. Бұл яғни қызыл жол. Онда мен вектор картасына апарамын. Яғни бұл бізде қара жол. Осының бәрін жасап болғаннан кейін бізде карта осындай болып шығу керек. Яғни бізде жолдар бір-бірімен сәйкес болу қажет. Оны біткеннен кейін біз Update Georesurfingқа басамыз. Бізде осы нүктелер Update Georesurfingқа басқаннан кейін бізде жоқ болып осындай карта шығады. Енді келесі кезекте біз Roads пен осы Water'дың слойларынан галочканы алып тастап, картаға біз дистрикті, яғни аудандарды қойып шығу керекпіз. Одан кейін біз ауданның оң батырмасынан басып, біз Edit Features, яғни Start Editingқа басып, осы кезде бізде Editor жасалады, яғни көріп тұрғаныңыздай бізде Editor батырмасы қосылды. Енді Create Featuresқа басып, дистрикті таңдаймыз. Осы жерден біз полигон дегенді таңдап, көріп тұрғанымыздай мұнда Wentworth деген ауданның шекарасын белгілеп шығу керекпіз. Бұл үшін біз картаны үлкейтеміз, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Енді полигондарды қалай жасаймыз. Ең алдымен бір нүкте қойып шығамыз, екінші нүкте қоямыз, үшінші нүкте, яғни нүкте емес, бұл жаңағы Wentworth'тың сыртқы шекарасын белгілеп шығамыз. Егер де осы жақта сіз мысалға байқамай осы жаққа басатын болсаңыз, бізде осы ноутбуктың клавиатурасында Ctrl және Z-ға басып, ол бізде өшетін болады. Және өзіміздің аумағымызды қайтадан шекарасын көрсетіп шығамыз. Енді мен осылай Wentworth'тың бүкіл шекарасын сызып болғаннан кейін, біз осы бастаған жерімізге 2 рет басамыз. Және де картада ол осылай бізде көк түспен белгіленіп тұрады. Енді біз келесі кезекте бізге осы келесі аудандарды бір-біріне байланыстыру қажет. Ол үшін біз мына жақта Auto Complete полигон батырмасын басамыз. Картаны үлкейтеміз ыңғайлы болу үшін.
осы жерде біз auto complete полигонға басып, біз ең бірінші біз жаңа осы one to worst сызып болдық қой, осыны шекарасынан бастайтын боламыз. Себебі бізде бір аудан келесі ауданға байланысып жалғасып тұру керек. Дәл осылай біз Ламбез деген сияқты ауданды белгілеп шығамыз. Енді біз осының бәрін аяқтағаннан кейін біз қай жақтан бастадық, сол жерге 2 рет басамыз. Және де бұл бізде көк түспен көрсетіліп тұрады. Енді дәл осылай біз барлық ауданды бір-бірімізден белгілі бір ауданнан келесі ауданға байланыстырып жалғастырамыз. Мысалға South Bank'ты алатын болсақ, мен жаңағы Ламбезден бастаймын. South Bank'тың ауданын белгілеп шығамын. Солай жақындатып істейтін болсақ, бізге өзімізге ыңғайлы болады. Және бастаған жерімізге 2 рет басамыз. Солай барлық ауданды байланыстырамыз. Енді біз 6 ауданды полигонмен сызып болғаннан кейін осы эдиторға басып, біз Save Edits'қа басамыз, яғни бізде жасалған жұмысымыздың бәрі сақталады. Енді біз Districts'ın Open Attributes кестесіне басып, осы жерде біз мысалға 20-шы полигонды таңдайтын болсақ, бұл бізде one to worst, яғни name'ға біз әрқайсының атауын беріп шығу керекпіз. Осылай мен 6 ауданға атауын беріп шықтым. Осының бәрін жасап болғаннан кейін біз эдитор батырмасына басып, Stop Editing'ға басамыз, яғни біз эдиторды тоқтатамыз. Осы жерден біз Yes дегенді таңдаймыз. Мынаның символикасын біз жақын no-color таңдап, осы жерде біз радиусты береміз. Ал жинасы бізде 1,5 минутқа жетті. Енді осы жақтан біз растрлы слойды абыстаймыз. Бізде осындай карта шығады. Енді осы жақта біз Roads'қа басамыз, және оның прозрачнысын біз 60-қа қосу керекпіз. Сондай шығады примерно. Енді біз осы Districts'тан Open Attributes Table'ға басып, осы жерден біз Add File'ға басу керекпіз. Оған біз қонақүй, яғни hotel деп жазамыз, және де бұл жақта type бізде short integer деп болып тұру керек. Енді біз осы жерден building points'ты қою керекпіз. Оны біз Districts'тың астына қоямыз. Енді біз осы Districts'тың атрибуттық кестесін ашамыз, және де building points'тың атрибуттық кестесін ашамыз. Енді бізде осында 2 кесте берілген. Енді бізге Districts'тың эдиторын қосу керек. Оны қосқаннан кейін біз selection. Енді біз оны таңдап болғаннан кейін, осы жаққа біз emergent select by location'ға apply'ға басамыз. Оны басқаннан кейін бізде осы жақта 5000 бірдеңеге жуық сандар шығады. Бізде тек атрибутстан біз осы жақта type'тен hotel таңдадық саны 7. Енді осы Districts'та ашамыз. Отель дегенге біз 7-ні басамыз. Точнее, осы жаққа біз 7-ні қоямыз. И дәл осылай біз барлығымен қойып шығу керекпіз. Arttoolbox'ты ашамыз. Arttoolbox'тан біз осы жерден Data Management Tool'ды таңдаймыз. Оны біз ашқаннан кейін Features таңдап, ал одан біз осы жақтан Feature to Point инструментін таңдаймыз. Енді осы жерден біз Input Features'қа Districts'ты қоямыз. Енді біз Input Features'қа District'ті нетеміз, және Insight'қа біз галочкасын қоямыз. И осы жақта OK'қа басамыз. Бізде көріп тұрғанымыздай бізде инструмент жүріп жатыр.
Philosophy'dan biz 4-19-29 таңдаймыз, блокқа басамыз. Және ол жақтан бізге lesson 5-ға өзгерту керек. Ал бұл бізде and more деп өзгертеміз. Енді темплейтқа кіріп, біз оның несін auto information деп істеу керекпіз. Істеп көрейік. Осы auto information енді біз айтамыз. Districts, одан кейін roads, water, одан кейін districts тұру керек. Осы жерден біз оны boundary countryға өзгертеміз. Және біз ол жақта судың обводкасын алып тастау керекпіз. Және де districtстің бізде шартты белгісі осындай болады. Енді біз лейблингқа кіріп, ол жақта use Maplex labeling engine-ді қойып, ол жақта біз осы жерге мың деп жазу керекпіз. Блокқа қойдық. Бізде осындай карта шығады. Тұрғанымызда соларды қосып көруге болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.